бауыржановна, мен математика пәні мұғалімімін. Көп адамның көкейінде жүрген бір сұрақ бар. Математика өмірде не үшін қолданылады? Мысалға, тригонометрияны алып қарастыратын болсақ, басындағы три сөзі ағылшыннан да, орысшадан да аударғанда үш деген мағынаны білдіреді. Демек, тригонометрия үш бұрыштарға қатысты ұғым. Тригонометрия ұғымы үш бұрыштарға байланысты ұғым. Мысалға, Дубайдағы Бурж Халифа ғимараты дәл осы тікбұрышты үш бұрышқа негізделіп салынған. Мұнда жоғарыдан түскен күш бүйір қабырғасы мен табанына бірдей түсіп, бұл ғимарат өзін құламай, өзін ұстап тұра алады. Дәл осындай ғимаратта төрт бұрыш негізіне салатын болсақ, жоғарыдан түскен күш бұнда табанына түсіп кетіп, бұл ғимараттың құлап кетуі әбден ықтимал. Сол себепті үш бұрыштың өмірімізде, күнделікті өмірімізде алатын орны ерекше.